Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте дәмді әрі өте тез дайындалатын және де әдемі осындай ажурный блины әзірлейтін боламыз. Ол үшін біздерге 2 жұмыртқа қажет болады. Мөлшері тағы да төменде көрсетілген, сол жерден көрсеңіздер болады. Осы 2 жұмыртқаға 2 ас қасық жарым қантты салып жақсылап араластырамыз. Егер сіздер қатты тәтті болмаған қаласаңыздар, онда азырақ салсаңыздар да болады. Міне осыны венчикпен жақсылап араластырамыз. Және де сүтімізді құямыз. Стақанға жартысына су құйып осылай араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін біраз қасықпен разрыхлитель салдық, яғни қопсытқыш. Тағы да араластырамыз. Енді ұнымызды жай-жаймен салып отырамыз. Ұнды бірден қатты салып жібермеңіздер, әйтпесе қою болып құймағыңыз шықпай қалуы мүмкін, сондықтан жай-жаймен салу керек. Бізде массасы өте сұйық болу керек. Міне венчикпен осылай араластыра береміз. Түйіршіктер қалып қоймау керек. Миксерге қарағанда венчикпен істесеңіздер өте тиімді екен. Міне осындай масса шықты бізде. Енді осыған 3 ас қасықпен сұйық май құйып жібердім. Тавамызға жабысып қалмау үшін құймағымыздың осыны да жақсылап араластырамыз. Енді пісіруге кірісеміз. Тавамызды қыздырып аламыз. Астына біріншіге сұйық май жағамызды, кейін жақпасаңыздар болады, себебі ішінде сұйық май бар манағы. Осылай арасы тесік-тесік болатқан уақытта дайын болды деген сөз, өте тез дайындалады. Екінші жағында айналдырып осылай пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады, өте әдемі шығады. Рецепт ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.